Selam dostlar, sizin kanal Texnatik Gazet. Bugünkü videoda осы жылға шыққан кейінгі буынға iPhone 14 Pro Max нұсқаларына қазақша шоу жасайтын боламыз. Видеоны бастаймыз. Бүгін әдеттегідей каналға тіркеліп қойыңдар, лайк басыңдар, комментарий астына жазып отырыңыздар. Ал біз бастаймыз. iPhone 14 Pro осы жылғы телефондардың ең керемет нұсқаларының бірі. Мұнда өзгерістер камерада 48 мегапиксель орнатылған. iPhone'да үшін бұл ең алғашқы дәреже деп айтсақ та болады. Одан кейінгі өзгеріс Dynamic Island. Dinamikal Osrov. Dynamic Ion. Ең маневровтарда аз орнына келген кішігірім маневр. Ол функционалда болып келеді. iPhone трейлерін көрсеңіздер. Мысалға бір функцияда жасып көрейік. Сағатты таймерді секундметті қалсаңыз. Яғни осы уақытта келіп түсті. Және де музыка қосайық. Mesela мына жерде музыка ойнап тұр, мына жерде таймер қосып тұр. Таймерді басаңыз ашылады. Музыканы басып тұрыңыз. Камераны көрейік. Бұл мен камера алды 12 мегапиксель, артында 3 камера, сол басты 48 мегапиксель камера, телефото, кейін бұрышты камера, және датчик лидар бар. Видео жазған кезде стабилизация күшті орнатылған, спорттық стабилизация. Жүгіріп бара жатқан кезде тряска болмайды. 3 кратық зум бар. Киноэффект өзгеріссіз, сол таймлапс бәрі орында. Айтпақшы таймлапс 3 кратық зуммен де жасауға болады. Штекке 60 кадр секунд, 24 кадр секунд кинодағындай видео жазуға болады. Және судың астымен де жасауға болады. Сол фишкалар әлі қалған. Негізі материалға келсек, қырлары темір, хирургиялық темір, сол баяғы қалып, артысында матовый. Түстеріне келсек, алтын түсті бар, қара космос, қара ғарыш, және сорвал. Сын тағы да бір өзгеріс бар. Ол дисплей, постоянно жанып тұратын дисплей. Оны біз настройканың ішінде, экран яркостың ішінде қосуға болады. Всегда включено деген. Сіздің обойларыңыз, сіздің қойған виджеттеріңіз жанып тұрады. Бұны негізі қалтаға салған кезде, немесе телефонды басқа өзіңізден әрі қойған кезде автоматтық түрде өшіріледі.
Осы мен видео аяқтаған жоқ. Сізде мен болған канал Техно IT KZ. Осындай қызықты видеоларды жібере алмау үшін каналға міндетті түрде тіркеліп, достарыңызға видеоларды жіберсеңіздер болады. Келесі видеода кездескенше сау сәлеметте болыңдар.